Так, балалар келесі есепіне. Пойыз жолдың Т уақытының жартысын дейді 70 км сағат жылдамдықпен. Ал екінші жартысын 30 км сағат жылдамдықпен жүріп өтсе, орташа жылдамдық неге тең болады дейді. Орташа жылдамдық. Так, айта қойыңдар. Енді қандай формула бар? Ең алдымен жазайық, иә? Уақытның жартысы дегенді қалай жазамыз? Әлішер, Аружан, Әбілмәнсүр, Азиза. Так, уақытның жартысы. Бағана не деп жаздық, иә міне? Т1 тең болады. Тамаша. Тамаша, Азиза. Так, Т бөлінген 2, иә міне осылай жазып аламыз. Берілген жазып қойыңдар. Менімен бірге жазып отырыңдар. В1-іміз тең болады. Ой, так, 70. Так, 70 километр сағат. Так, В2-іміз тең болады 30 километр сағат. Тура осылай жаза қойыңдар дәптерлеріңе мен бірге. Енді табу керек В орташа. Орташа, ені О, Ö деп қалмаңдар. Так, Т1, Т2, В1, В2 берілген. Бізде В орташаны табу үшін жалпы формула бар. Бағана ғана жазғанбыз, иә? Онда В орташаны табу үшін формула мынандай болды. Бұл бір қалыпсыз қозғалыс. Яғни S1 қосылған S2, Т1 қосылған Т2, иә міне? Так, иә, Т1 мен Т2 бар. Бірақ S1 мен S2 жоқ. S1 тең болады, ол V1-ді көбейтеміз неге? Т1-ге. S2-ні көбейту үшін V2-ні көбейтеміз Т2-ге. Иә міне? Так, жақсы, мен екінші бетті ашып алайын, балалар. Так, фон қара болған күшті көрді ме екен, балалар? Иә. Тамаша, онда В орташа тең болады. Иә. S1-дің орнына жаңағы мәнді қоямыз. V1 көбейтілген Т1 қосылған. V2 көбейтілген Т2. Иә міне? Міне, мынаның орнына апарып, мынаны қойып отырмын, балалар, қараңдар міне. Көкпен көрсетейін, е? Мынаны апарып, мынаның орнына қоям. Мына S2-ні апарып, мынаның орнына қоям. Ал Т1-дің орнына мынаны апарам, Т2-нің орнына мынаны қоям. Қараңдаршы, түсінікті ме? Кішкене былай миымызға сақтап алайық, е? Ана S1-дің орнына жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісін апарамын, S2-нің орнына екіншісін апарамын. Ал Т1 мен Т2 ол есептің чарты бойынша балалар жазылып тұр міне. Жолдың уақыттың жартысы деп тұр, уақыттың жартысы, келесі екінші жартысы деп тұр. Сондықтан арғарай түрлендірейік енді. Жақсы, жақсы. Ал Т1-дің орнына жайған айтамыз, е? Т бөлінген 2 қосылған. Т бөлінген 2. Ары қарай жазамыз, тағы да айта қойыңдар. Так, В1, Т1-дің орнына тағы да Т бөлінген 2 қосылған. В2, Т бөлінген 2. Так, енді қарайық, ортақ бөлімі келтіреміз, е? Ортақ бөлімі 2. Ол 2 еселенген Т-ға тең. 2 еселенген Т-ға тең. Так, жақсы. Енді не істеймін, балалар? Мына 2 мен 2-ні қысқартып жерем. 2 мен 2-ні қысқартып жерем. Балалар, маған Zoom-нан хабарлама келіп жатыр, азғана уақытың қалды деп, е? Қазір егер өшіп қалсақ, қайтадан осы сілтемеге қайтеміз, кірейік, жарай ма? Балалар, түсінікті ма? Иә. Иә, тамаша, ара кеттік. Міне, 2 мен 2 қысқарып кетті. Так, мына жерде айта қойыңдар маған. Міне Т бөлінген 2, Т бөлінген 2 деген нәрсені жақшаның алдына шығарып жерге бола ма? В орташа тең деп қоямыз міне. Т бөлінген 2-ні жақшаның алдына шығарамын. Өйткені екеуіне де ортақ, оқсайтын физикалық шама деп айтуға болады.
Міне 2 мен 2 қысқарып кетті, астында т ғана қалды. Тең. Енді қарайық балалар. Мына жерде мына т мен т қайтеді тағы да. Қысқарып кетеді, т мен т қысқарып кетеді. Мынау бөлінді болып тұр. Мынау көбейтіліп үстіне шығып тұр, иә? Так, сонда В1 қосылған В2 бөлінген 2 деген формула шыға келді. Бағана дәптерімізге формулаларды жаздық қой. Иә? Формулаларды жазған кезде балалар нешінші формулаға жазып едік, айтыңдаршы. Сондағы чартты не деп айттық? Алло. Здравствуйте. Дауыс еш қаптап. Балалар қараңдаршы, мынандай формуланы бағана біз қандай шарт болғанда жазамыз дедік. Балалар, Аружан, Әбілмәнсұр, Әлішер. Т1. Иә, соны не деп айттық? Т1 тең Т2. Ой, Дұрыс Т айтасың. бөлінген 2. Т1 тең болады, Т2 тең Т бөлінген 2 деген шарт. Яғни кез келген бір есеп болады ғой, соның уақытының жартысы десе, енді сен бірден ойланбастан балалар, мына формуланы қолдана саласың міне. Ал бақылау жұмысы olan кезде мен айтамын, не бұл формула қайдан келді деп. Сонда осы жолдың барлығын маған жазып береді екенсіңдер. Так, сонымен ары қарай енді орнына қойып есептейік. В орташа жылдамдық формуланы жаңа қорытып шығардық. Сонымен В1 қосылған В2 бөлінген 2 деген формула шықты. Так, біріншісі 70, екіншісі 30 бөлінген 2. Сонда В орташа тең болады. Айта қойыңдар. Қанша? 100 бөлінген 2. 50 километр. Тамаша, 50 километр бөлінген сағат болды. Енді балалар, осы 50 километр бөлінген сағатты метр секундқа айландырып жүріңдерші. 50 километр бөлінген сағат қанша метр секунд? Не істейміз онда? 50-ді көбейтеміз 1000-ға, кеше жақсы айтқансыңдар балалар осыны. Бөлеміз 3600-ге. Иә? Осылай жаздық па? Міне 2 нөлмен 2 нөлді қысқарта сал. 500-ді 36-ға бөлесің. Сонда 13,8 метр бөлінген секунд шығады екен. Немесе жуықтап алғанда 14 метр секунд деп қоямыз. Міне. Бұл орташа жылдамдықты анықтаудың бірінші туынды формуласы, бірінші туынды формуласы. Бұның шарты жаңа ғана айтып өттік, Т бөлінген 2. Яғни дене кез келген уақытының жартысында деп берілсе, осылай шығарады екенбіз. Так, жақсы. Келесі. Жазып болдық па, балалар? Жазып болдық, е, тамаша. Так, Әбілмәнсұр отырсың ба? Иә. Так, Азиза отыр, тамаша. Осылай сөйлеп отырыңдар, е? Так, Аружан, тамаша. Жақсы, келесі. Келесі есеп, мынандай есеп. Дене жолының 3/1 бөлігін 10 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтті дейді. Қалған бөлігін 5 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтсе, дененің жалпы жүріп өткен жолының жылдамдығы неге тең дейді, орташа жылдамдығы.
Так, дене 3/1 бөлігі дегенде қалай жазам? Жолдың 3/1 бөлігі десе. S1 тең болады. 3/1 S деп жазам, иә? 3/1 S бөлігін V1 жылдамдық қанша деді және? 10 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтті дейді. Келесі қалған бөлігі қанша балалар? Қалған бөлігі қанша? Қалған бөлігі қанша болады сонда? 3/2 S болады, бұл математика кәдімгі. Так, V2-міз тең болады. Қанша деді жаңа? 5 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтеді дейді. Осы дененің V орташасы неге тең? V орташа жылдамдық неге тең? Так, не істейміз балалар? Біз бағана есеп берілген шарт бойынша міне бағанағы есептер. Тек қана біз жартысы деп үйрендік міне. Жартысында мынандай формула қолданам. Уақытының жартысы десе, мынаны қолданамыз деп айттық. Ал енді мына соңғы есепке келе қалып едік, балалар. Иә, жаңағы жартысы жайында қалды да, ол 3/1 бөлігіне кеткен. Ол 3/1 бөлігі деп те беріледі, 4/1 бөлігі деп те беріледі, 5/1 бөлігі деп те беріледі. Бірақ та бәрінің шығару жолы бірдей. Бәрінің шығару жолын механизмін жаттабасаң, есіңе сақтабасаң, ары қарай шығара беруге болады екен. Жақсы балалар, айта қойыңдар. Енді не істейміз? Балалар, не істейміз қане, айта қойыңдар. Формуланың орнына қоямыз V1-ді. Аха. Қалай? Қалай істеу болады айтыңдаршы балалар, жаңағы тура мынаның жолымен бірдей ғой балалар. Так, мына есептің жолымен бірдей. Мен Әлішерге жіберейін, Әлішер шығып кетті жаңа. Міне тура мына сияқты міне берілгенін жазып аламыз. Жаңағы жалпылама формуланы жазып аламыз. Иә? Тура мынаның жолымен бірдей. Міне тура орнына қойып шықтық. Тек қана бізде 2/1 дегеннің орнында 3/1 мен 3/2 тұрады. 3/1 мен 3/2 тұрады. Ал кеттік, онда бір кесіп жасайық, иә? Ал, сендер айтып отырыңдар, сөйлеп отырыңдар, жаңа дауыстарыңды қоса беріңдер. Үндемей тұрғанда... Орташа болады. Әбілмансұр. Осыны ең алдымен жалпы формуланы жазып аламыз деп отыр. Дұрыс айтады. Міне, Т1 қосылған Т2. Егерде жүрген жолының жартысы, уақыттың жартысы десе, біз бағанағы жазған екі формуланы апарып орнына қоя салушы едік. Но оған келмейді, өйткені мына жерде 3/1 бөлігі деп тұр, иә? Так, енді қараймыз балалар, S1 мен S2 бар міне? Міне тұр, S1 мен S2 бар. Міне, S1, S2 бар екен, плюс. S1, S2 бар, плюс деп басына қоя міне. Ал Т1 мен Т2 жоқ. Т1 мен Т2-ні табу үшін не істейміз? Так, Т1-ді табу үшін S1-ді бөлемін неге? V1-ге, е міне? S1-дің орнына қоямыз 3/1 S. И V1 міне.